гнездоны жинау. Бірінші екі боковой тұрады. Соның астынан мынандай ұзыны болады. Ұзын шақтысын кигізіп аламыз. Бірінші мына қысқалауы, басының қысқасы артына қарайды. Сосын кейін мынандай арты болады. Артының үлкен тесігі жоғары қарайды. Одан кейін алды, яғни мына сияқты. Болсы төртеуін бірге құрастырып алады. Қазір мен құрастырайын. Сіздерге видеосын әрі жалғастырамыз. Осылай міне бәрін құрап алған соң, қазір бірінші осы шурупқа орнатып аламыз. Ақырындап мына екі жерден пока орнатып, жатқызып, сосын алдын саламыз, есігін саламыз, одан кейін төбесін саламыз. Осылай шуруптарын салып аламыз. Мына жерден шурупқа орнатамыз, одан кейін төбесін жабамыз и крышкасын саламыз. Міне осылай төбесін салдық, шуруптарына қойдық, боковойларын шуруптарына алдын, сосын мынау крышкасы болады. Крышкасын яғни орнатқан кезде кішкене шейл қалдырамыз, бір жарты сантиметрдай. Сосын барып мынандай шуруптар болады, өз комплектіде осылай орнатасыздар. Ыңғай келсе мына жақтан бір 15 сантиметрдай қалдырасыздар да, 1,5 сантиметрдай, 15 миллиметрдай. Осындай екі петлясын қоясыздар. Болды.